Лос-Анджелесте Майк мұқият жуынып, қаруын алып, көлігіне отырады. Сосын трекерді қосып, Масудтың көлігін табады да, оны қала ішінде аңдай бастайды. Бір туннельді көргенде, ол алға шығып, жолды бөгейді. Масуд артында тоқтағанда, Майк бетперде киіп, жүк салғышты ашады. Көп ұзамай Масуд жақындағында Майк оған қару кездейді. Қалталарын тексерген соң, оны жүк салғышқа кіргізіп, телефонның құпиясын сөзін сұрайды. Жүк салғышта су бар екенін айтып, оны жауып қояды. Сосын бірнеше ай бұрын Масудтың көлігіне орнатқан трекерді алып тастап, телефон ұрлап, өз көлігіне қайтып кетіп қалады. Сол уақытта Бен мен Али атты туысқандар қаруларын дайындап, зергерлік дүкенге кіреді. Дүкен иесі Сэмми оларға гауһар тастар береді. Оларды портфельге салады. Кейін Сэмми Бенді кеңсесіне алып барып, портфельдегі тастардың жалған екенін айтады. Нағыз гауһарлар $3 миллион тұрады. Және Бен оларды шолыққа жасыру керек. Осы сәтте Майк дүкеннің сыртына келіп, Масудтың телефонынан дайынмын деп Сэммиге хабарлама жібереді. Туыстар кетер алдында Сэмми олардың қаруын тексереді. Алидің қаруы ұнамағандықтан оған жаңасын береді. Содан кейін олар көлікпен кетеді. Ал Майк Масуд болып көрініп, соңдарынан ереді. Біраздан кейін олар тұраққа тоқтайды. Майк тағы да бетперде киіп, әдейі жақын тұрып, олардың айнасын сындырады. Сосын қару кездеп, телефонынан Беннің үйінің тікелей эфирін көрсетіп, қорқытады. Майк оларға қару мен телефондарын тастауға мәжбүрлейді. Содан кейін ол Беннен шынайы гауһарларды сұрайды. Себебі портфельдегілер жалған екен біледі. Алғашында Бен білмейтінін айтып өтірік айтады. Бірақ Майк оның әйелінің атын атап, тағы да қорқытады. Ақыры Бен нағыз гауһарларды береді. Майк Масудты босату үшін көлігіне барады. Осы сәтте Али екінші қаруын алып үлгереді. Майк қайта келгенде телефондарды қайтарып береді. Бірақ Али оған қару кезейді. Қолы дірілдеп, дәл тигізе алмай, терезеге атады. Қорыққан Майк бірден қашып кетеді. Қала ішінде өте жылдам жүріп, бірнеше рет соқтығыса жаздайды. Тіпті бір көлікті артынан соғады. Бірақ тоқтамайды. Ақыры тұраққа келіп, тынышталып алады. Сосын линзасын шешіп, көлікті жасырып, басқа көлікке ауысып кетеді. Осы кезде Шерон Стивеннің сәнді үйіне сақтандыру полисін сату үшін барады. Стивен қауіпсіздік жүйесін көрсетіп болған соң, қаруын алып, Шеронды терезе жанына апарып, бөтелкені атуын сұрайды. Шерон бұрын мылтық ұстап көрмегендіктен мүлт кетеді. Кейін олар бассейн жанындағы үстелде сөйлесіп отырғанда, Шерон жас әйелді көреді. Ол оны Стивеннің қызы деп ойлайды, бірақ Стивен оның қалыңдығы екенін айтады. Әңгіме бірден ыңғайсыз болып кетеді. Сәлден соң детективтер Лу мен Тилман тұраққа келіп, тонауды тексереді. Олар туыстардан жауап алып, ұрының тым көп ақпарат білгеніне күмәнданады. Бірақ Бен өзінің қатысы жоқ екенін айтады. Камера болған, бірақ сымдары кесілген. Кейін Лу бұл ұрыны бірнеше ай бойы аңдып жүргенін, оның әрекеттері дәл келетінін айтады. Зорлық қолданбайды. Камераларды алдын ала өшіреді, нақты не және қашан тасымалданатынын біледі, және 101 тас жол арқылы тез жоғалып кетеді. Тилман бұған күмәнмен қарап, басшысы оған әріптесін ауыстыруды айтқан жеткізеді. Ол бас тартқан, бірақ Лу өзін қолға алмаса, екеуінің мансабы күйреуі мүмкін екенін ескертеді. Майк үйіне келгенде гауһарларды шынаяққа жастырады. Басынан жарақат алған байқайды. Бетпердеден қан ізін көреді. Демек, тастап кеткен көлікте де қан қалуы мүмкін. Кешке олар қара нарықта ұрланған заттарды сататын Мани деген адаммен кездеседі. Майк Санта-Барбарадағы келесі тапсырмаға алаңдап тұрған айтады. Себебі онда бейбіт адамдар көп болады. Мани оған тек жақсырақ жоспар ойлауды ұсынады. Кетерде олар шынаяқтарын ауыстырады. Содан кейін Мани біреуге құпия қоңырау шалады. Қонақ үйде Майк түнге әйел жалдайды. Бірақ көңіл күйі жоқ. Үйіне барып сақтандыру компаниясының қызметкерлерін зерттей бастайды. Әсіресе Шеронға назар аударады. Келесі күні компания ұрланған гауһарларды талқылап, Шеронды полициямен сөйлесуге жібереді. Бұл оны ашуландырады. Өйткені Стивеннің ісін басқа адамға береді. Полиция бөлімінде Тилман мен Лу Сэммиден жауап алады. Ол алаяқтық туралы күдікке ренжіп, ешкіммен сөйлеспегенін, тек хаттар жібергенін айтады. Демек оны біреу хакерлеген. Асханада Майк хакерге Шеронның әлеуметтік желілері, поштасы, күнтізбесімен хабарламаларынан ақпарат алуға ақша төлейді. Осы кезде орман мотоциклмен жоғары жылдамдықпен жүріп, Мани күтіп тұрған тұраққа келеді. Мани Майктың батылы жетпей қалған айтып,
Санта-Барбарадағы істі орманға ұсынады. Сол түні Майк тыныш келе жатқанда басқа көлік оны артына соғады. Майя сақтандыру мәліметтерді сұрайды, бірақ Майк ақшамен шешуді ұсынады. Алайда бұл оның бастығының көлігі болғандықтан ол ресми түрде рәсімдеуде талап етеді. Келесі күні Шерон Лоумен кездесіп, компания Сэмми мен туыстарға полиграф тест жасағысы келетінін айтады. Лоу компания төлемеудің амалын іздеп отыр деп ойлап, оны сынайды. Шерон да жемқор полиция жүйесін сынайды. Даудан кейін Шерон бұл ішкі жұмыс болуы мүмкін деген статистиканы айтады. Бұл Лоуға идея береді. Полиция бөлімінде Лоу соңғы 4 жылдағы 219 тонаудың картасын көрсетеді. Белгілі бір белгілерге сәйкес келмейтіндерін алып тастап, қалғандарының 111 тас жолы бойында орналасқан анықтайды. Ол қылмыскер зергерлердің байланысын бұзып ақпарат алып отырған болжайды. Бірақ басшысы оның теориясын қолдамайды, себебі кейбір істердің күдіктілері бар, ал кейбірі жабылған. Оларды қайта ашу бөлімінің көрсеткішіне зиян келтіреді. Сол уақытта Орман банк жанында күтіп, чемодан ұстаған адамды таниды. Ол зергерлік дүкенге кіргенде, Орман оны қарумен қорқытып ішке итереді. Чемоданның қолына кісендергенін көріп, бәрін жерге жатқызады. Артқы бөлмеде тек сәби бар. Ол әйелді ұрып кілтті сұрайды. Алғашында кілт көлікте дейді, бірақ кейін мойнында екенін айтады. Орман чемоданды алып кетпек болғанда, дүкендегі басқа қымбат заттарды да көріп, қызметкерді мәжбүрлеп, бәрін сөмкесіне салдырады. Кейін бәрін бір адамның үстіне жатқызады. Шығуға тырысқанда есіктің жабық екенін байқайды. Түймені басып ашу керек, бірақ үлгермей қалады. Ашуланып, витринаны атып, дабыл қағылады. Ақыры біреу есікті ашып, Орман қашып кетеді. Осы уақытта Майк Майяға хабарлама жазып, кездесуге шақырады. Кешке олар өте сәнді мейрамханада кездеседі. Майк өзінің жиі сапарлайтын бағдарламашы ретінде таныстырады. Майя мұндай жерде өзін жайсыз сезінетінін айтады. Ал Майк бұл жерде тез кездесулерге танымал болғандықтан таңдағанын түсіндіреді. Олар орнын ауыстырып, көшедегі тағам жейтін жерге барады. Біраз сөйлесіп, айырмашылықтарына қарамастан жақсы тіл табысады. Кездесу соңында Майя тағы да кездесуге келіседі. Майя кеткеннен кейін Майк жаңалықтардан Орманның тонауы туралы біледі. Бір асханада Лу әйелімен сөйлесіп, оның өзіне опасыздық жасағанын естиді. Тилман қоңырау шалғанда Лу оны елемей әңгімені жалғастырады. Әйелі көшіп кетуге дайын екенін айтады. Бірақ Лу өзі кететін жеткізеді. Олар ұрысып, Лу кетіп қалады. Кейін ол командасына зергерлік дүкенде қосылады. Тилман бұл тонау Лу теориясына сәйкес келетінін айтады. Бірақ Лу бұл басқа ұры деп есептейді, себебі бұрынғысы зорлық қолданбайтын. Сол уақытта Майк Маниға барып, оның жинаған ақпаратын басқа адамға бергеніне реніш білдіреді. Ол өзін сатқындыққа ұшыратын деп сезінеді. Егер бұл тағы қайталанса, онымен жұмыс істемейтінін айтады. Ашуланған Мани Майк онсыз ешкім болмайтынын айтады, бірақ Майк кетіп қалады. Сақтандыру компаниясында Шерон Сэммидің полиграф тестінен өтіп жатқан бақылайды. Сэмми бұған ренжіп, Шерон мен оның компаниясын қорлайды. Біраз уақыттан кейін Мани Орманға Майк жаңа жоспар жасап жатқанын айтып, оны бақылауды тапсырады. Орман келесі тонауды өз жасамай, Майктың істегенін күтіп, кейін Майкты тонау керек. Түстен кейін Орман Майктың хакермен кездескенін бақылап отырады. Барлық ақпарат бір сайтта шифрланған. Сондықтан Майк оған кіру жолын жазылған хат алады. Майк кеткен соң Орман телефон арқылы оның көлігіне трекер орнатқанын көрсетеді. Үйінде Майк Шерон туралы мәліметтерді зерттеп, оның күн тәртібін біледі. Келесі күні оны мейрамханаға дейін аңдиды. Шерон кетпек болғанда, Майк өзінің клиент ретінде көрсетіп, көліктер туралы әңгіме бастайды. Полиция бөлімінде Лу мен Тилман барлық бейнежазбаларды қарап, ұры көлігін ауыстырғанын анықтайды және аймақты тексеруді жоспарлайды. Кешке Майя Майктың үйіне келеді. Ол үйде жеке заттар мен отбасы суреттерінің жоқ екенін байқайды. Майк туыстарымен байланыс жоқ екенін айтады және кейде отбасында өскенін түсіндіреді. Майя музыка қосып, оны билеуге көндіреді. Кейін Майя кетпек болғанда, Майк оны қалуға көндіреді. Келесі түні Майк балконға шығып алыстан жарықты байқайды. Бұл орманның орналасқан жері. Орман кеткен соң Майк көлігін тексеріп, трекерді тауып алып тастайды. Сосын жаңа үй жалдауға қоңырау шалады. Келесі күні Орман курьер болып хакердің үйіне кіріп, оны қорқытып, Майкқа не істеп жүргенін сұрайды. Сол уақытта Лу тұрақтарды тексеріп жүріп, жабылған көлік табады. Ішінен әйнек сынықтарын және қанның кішкентай ізін табады. Кейін Майк өнер галереясына барып, Шеронмен кездеседі. Олар бірге ішіп, сөйлеседі. Шерон адамдарды жақсы оқи алатынын айтып, Майкты талдайды. Оның құпиялары бар, аздап обсессивті, ақшасы мен уақыты көп, бірақ бай отбасында өспеген. Майк ыңғайсызданып әңгімені өзгертеді де, кездесудің кездейсоқ емес екенін мойындайды. Ол Шерон туралы білгендерін айтып береді.
11 жылдан бері жұмыс істесе де көтерілмегенін айтады. Майк өзінің адамдарымен бірігіп тонауларды жоспарлайтынын, бірақ ешкімге зиян келтірмейтінін түсіндіреді. Шерон бұған қарсы шығады, ал Майк оның компаниясында таза емес екенін айтады. Шерон кетпек болғанда Майк ойын өзгертсе, Инстаграмда жағажайдың суретін салуын сұрайды. Шерон кеткен соң Майк орманды байқап, оны қуалайды. Екеуі жоғары жылдамдықпен қауіпті түрде жүреді. Автобус олардың арасына түсіп, Майк тоқтайды, бірақ кейін қайта қолайды. Қоғын кезінде орман түрлі айла жасап, бір көліктің апатына себеп болады. Майк аман қалып қууды жалғастырады. Ақыры орман апатқа ұшырап, мотоциклден құлайды. Ол дүкенге кіріп кетеді. Майк артынан барады. Орман өзін жазықсыз етіп көрсеткісі келеді, бірақ Майк оны қысып, шындықты талап етеді. Ақыры орман оны Манидің жібергенін мойындайды. Майк егер тағы да көрсе, өлтіретінін ескертеді. Келесі күні Шерон Лу мен йога сабағында кездеседі. Кейін Лу оқиға орнына шақырылып, қашып бара жатқан ұрыны атып түсірген әріптесін көреді. Бетпердені шешсе, ол жас өспірім болып шығады. Лу оның қолындағы қару бұрын болмағанына күмәнданады. Полиция бөлімінде Лу көрген айтады, бірақ басшысы оны қолдамайды және істі жасыруға тырысады. 3 детектив те уақытша қызметтен шеттетіледі. Сол кезде Лу көліктен табылған қанның ДНК нәтижесін алады. Ол Майкқа тиесілі. Шын мәнінде Майктың аты Джеймс екені анықталады. Ол балалар үйінде өскен және жас өспірім кезінде құқық бұзушылықтары болған. Сақтандыру компаниясында Шерон тағы да қызметте өз алмай қалғанына ашуланады. Бастығы оны мазақ етіп, бай клиенттер 53 жастағы әйелге ермейтінін айтады. Ашуланған Шерон жағажайға барып, сурет жариялайды. Майк бірден көріп оған келеді. Шерон оған Стивеннің үйлену тойына қатысты жоспарды айтады. Курьер сағаттар мен асыл тастар әкеледі. Әрі көп ақша болады. Барлығы шамамен $1 миллион. Ол 3 бөлігін талап етеді. Майк бұл қауіпті екенін айтып, сол түні Лу Майктың бұрынғы мекен жайына барып, Эннмен кездеседі. Ол Джеймс туралы білмейтінін айтады. Кейін Майк Эннен хабарлама алып, оған полиция іздеп жүргенін біледі. Лу телефонға қосылғанда Майк тұтқаны қоя салады. Кейін Майк Шеронның көлігіне келіп, тонауға келісетінін айтады. Оған бір реттік телефон беріп, әр қоңыраудан кейін сим картаны жоюды тапсырады. Келесі күні Майкта той өтетін қонақ үйдің қауіпсіздігін зерттейді. Ал Шерон компания жүйесінен барлық ақпаратты алады. Үйінде сим картаны жойып, қоқысқа тастайды. Қайтып келгенде орман оған шабуыл жасап, Майкпен не істеп жүргенін айтуын талап етеді. Қорқытқан соң Шерон бәрін айтуға мәжбүр болады. Келесі күні ол йогаға қатыспай соңында Луға жарақаттарын көрсетеді. Олар тұрақты сөйлесіп, Шерон болған бәрін айтып береді және орманға да бәрін айтуға мәжбүр болғанын растайды. Лу оны түрмеден толық қорғай алмайтынын айтады, бірақ қауіпсіздігі үшін өз үйінде қалуын ұсынады. Осы уақытта орман қонақ үйге барып бір қызметкерді аңдиды. Ал Лу полиция бөлімшесіне қайта оралып, Гаухар ұрлығының дәлелдерін тексереді және жалған тастар салынған сөмкені табады. Ал мейрамханада Майк Майямен кездесіп, жұмысымен басқа қалаға кететінін, бірақ оның күтуін қалайтынын айтады. Майя бұл сылтауға сенбей, оның туралы ештеңе білмейтінін айтып, ашуланады. Майк оны менсінбеушілік деп қабылдап, бай болып өскен адамдар тірі қалу үшін жаман істер жасауға мәжбүр болғандары ешқашан түсінбейтінін айтады. Бірақ бұл Майяға жеткіліксіз болып, ол кетіп қалады. Келесі күні Шерон жұмысқа келеді, бірақ курьердің ұшағын телефонның бақылауын тоқтата алмайды. Кейін әріптесінің бастығының қалжыңына күліп отырғанын көріп, ашуланып кабинетке кіріп, бәріне наразылығын білдіреді. Ол басшылар тек бос уәде береді. Шын мәнінде жас әйелдерді бай, жағымсыз еркектерге жақындату үшін ғана пайдаланады дейді. Бастығында қорлап, Шерон басын тік ұстап, жұмыстан кетіп қалады. Сол уақытта Майк әуежай маңындағы тұрақта күтеді. Ол жеткізуге жалданған күзетшіні тауып, қарумен қорқытып, телефонынан оның үйін көрсетіп, қысым жасайды. Оның көлігі мен телефонын алып, өзін сол күзетші ретінде көрсетеді. Біраздан кейін курьердің ұшағы қонады, Майк курьерді алып кетеді. Бірақ шын мәнінде оның орнында Лу отырғанын білмейді. Жол бойы екеуі әңгімелесуге тырысқанымен бір-біріне күдікпен қарап, өте сақ болады. Қонақ үйде орман қызметкердің формасын киіп, той өтетін бөлмеге тапсырыс алады. Майк пен Лу келгенде бірден Стивенге барады. Есік жабылған бойда Майк қаруын шығарып, бәрін тізерлетеді. Стивен сөйлесуден бас тартады, бірақ оның қалыңдығы қорқып, ақшаның сейфте екенін айтады. Майк Стивенді сейфті ашуға мәжбүрлеп, барлық ақшаны алады. Кейін Луға зергерлік бұйымдар салынған чемоданды ашуға бұйырады. Лу оны ашып, бұрын жасырып қойған қаруды алады да Майкқа кезейді және өзінің полиция екенін айтады. Олар бір-біріне қоқан-лоққы жасап тұрғанда, кенет орман кіріп келіп, Майкты ұстап, қаруын тартып алып, Луға өз қаруын бағыттайды. Барлығы айқайлап не істерін білмей қалады. Ақыр орман шыдай алмай Стивенді атып
құлатып тастайды. Сосын Луға чемоданды итеріп беруді бұйырады. Бірақ оның жүзін полиция көріп қойғандықтан мазасына бастайды. Дәл сол кезде орман кенет құлап түседі. Оның Майк Лудан алған қарумен атып өлтірген еді. Лу оны тірі емес екеніне көз жеткізіп, Майктың қаруын алыстатады. Сосын оған қаладан кетіп, енді қайтып келмеуді бұйырып, барлық кінәні орманға аударатын айтады. Майк ақыры қаруды тастап бөлмеден кетеді. Ашуланған Стивен Луға ұрымен келісім жасадым деп айғайлайды. Бірақ Лу оны салықтан жалтару және заңсыз тастарды әкелу бойынша тергеймін деп қорқытады. Қалыңдығы да оны ұрсады. Сондықтан Стивен келісуге мәжбүр болады. Көшеде Майк кетіп бара жатқанда қонақ үйді полиция көліктері қоршап алады. Автобуста Лу Стивеннің шынайы қауқарлары өзінде екенін, ал чемоданды жалғандарын қалдырған айтады. Кейін ол йога сабағына барып, гауһарларды Шернға беріп, оған жаңа өмір бастауға мүмкіндік береді. Ал Шерн оған Майк жіберген суретті көрсетеді. Осы уақытта Майк қаладан кетіп бара жатады. Кейін Лу суреттегі жерге барып, Майктың ескі көлігін табады. Оны өзі жүргізіп кетеді. Ал Майя конверт алады. Ішінде Майктың бала кезіндегі суреті бар. Артында ол кешірім сұрап, қайта байланыс орнатуға үміттенетінін жазған. Көбірек осындай видеоларды көру үшін жазылуды және хабарландыру қосуды ұмытпаңыздар.